Мен арғындардың қонақжайлығына таң қалып жатырмын да. Қанша күн болды мысалы. 2 күн алдында ретрит ұйымдастырдық. Сол кезде осы жерде ұрпақтар болмаса руластар келеді да, Мәшһүр атамыздың. Аяғымызды жерге тигізбей, қонақ қылып, соңғы аты болса, соңғы атын сойып беріп, бізді күтіп алып жатыр да. Жеп жатқан тамағын өздері жемей, бізге беріп, бізді тауып алып, атылған етін беріп, сондай өзінің құдай қонағы сияқты қарап жатыр да. Мәшһүр ата оларға бір бұйрық берген секілді, осы құдай қонағым күтіп алыңдар деген секілді ше. Таксимен келе жатқан кезде таксист біздің заттарымыздың барлығын апарып салып беріп, базарда бізбен бірге жүгіріп, соны өзі ұйымдастырып жатқан секілді да. Соны апарып келіп таң қалып жатырмын. Кезіндегі Құнанбай атамыз бен Мәшһүр аталарымыздың жомарттығын, яғни құдай қонақты күте алатындығын осы ұрпақтар дәлел болып жатыр да. Жалғыз бұл арғын ғана қонақжай, бұл пейілі кең деп жатқан жоқпын. Әрбір қазақ даласындағы рулар осындай кең пейілдігімен танымал да. Мысалы Ақтауға барған кезде адайлар бізді қалай күтіп алды, Шымкентке барған кезде ұлы жүздер, орта жүз, қоңыраттар бізді қалай күтіп алды, наймандар қалай күтіп алады дегендей ғой. Соның барлығы ол қазақтың пейілінің кеңдігін көрсетеді да. Осы пейілінің кеңдігінің арқасында қазақ даласы осындай үлкен байтақ болып жатыр да. Алла тағала пейілі кеңге береді ғой. Әрбір қазақтың руы, әрбір қазақтың тайпасы осындай кең пейілдігімен танымал. Әрбір руға өзінің басын дейіп, жомарттығына, қонақжайлығына алғыс білдіремін.